саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз екінші сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы алкогендер. Сабақтың мақсаты алкогендердің қасиеттерін, олардың құрылысын түсіну. Алкогендер немесе ден көмірсутектер деп молекуласындағы көміртек тізбегінде екі қос байланысы бар қанықпаған көмірсутектерді айтады. Алкендерге қарағанда екі атом сутек кем болады. Себебі екі жерде қос байланыс бар. Жалпы формасы CnH2n-2. Мысалы келтірейік. Бутаден 1. Бутаден 1. Яғни бірінші орыннан қос байланыс түзіліп тұр. Бутаден 1,3. Бірінші және үшінші орыннан. Осы бутаден 1,3-ті және де басқаша аты бар, дивинил деген. Себебі мынау алкеннің радикалы, ал мынау екінші радикалы. Сонда қараңдаршы, алкен С2H4 қой, а мында С2H3. Егер сутектің біреуі кемейтін болса, онда ол радикалға айналады деп айтқанбыз. Енді мында қараңдар, мінеке. Дивинил, яғни винил, алкеннің радикалыны винил десек, екеу, винилдан екеу деген сөз. Сондықтан дивинил. Ал мында екінші орыннан метил радикалы түзіліп тұр, мінеке. Мынау 1, 2, 3, 4-ші көмірсутек. Яғни екінші орыннан, мінеке, 2 метил, бутаден 1, 3. Мынау 1, 3 деген қос байланыстың орнын көрсетіп тұр. Басқаша бұның атауы изопрен. Алкогендердің жіктелуі жалпы үшке бөлінеді, қос байланыстың орналасуына қарай. Кумулденген. Мінеке қараңдаршы, ортадағы көміртегі атомы s-пі гибридтенген күйінде болады. Ал қосарланған болса, мінеке қара. Екі жағында тұр. Мында, мында. П орбиталдар ортақ, пи жүйе құрады, себебі жақын тұрған пи байланыстар ішінара бүркеседі де, қос байланыс ұзындығы 0,137 нанометр, ал дара байланыс 0,146 нанометрге тең. Оқшауланған, көрдіңдер ма? Ортасындағы бір байланыстан алшақ тұр. Қос байланысы бар көміртек атомдары sp2 гибридтенген күйінде болады. Біз үнемі осы соңғы түрін пайдаланып осымен жұмыс жасаймыз. Қасиеттеріне тоқталайық. Пропаден 1,2 және бутаден 1,3. Бұл бағанағы біздің айтқан дивиниліміз, мынау дивинил. Газдар А2 метил бутаден 1,3, біз жоғарыда айтқан изопрен, ұшқыш сұйықтық. Оқшауланған қос байланыстар бар, алкогендер сұйықтықтар. Жоғары дендер қатты заттар. Яғни молекулалық массасы жоғарылаған сайын олар қатты заттар болады. Мұны жерде химиялық қасиеті көрсетілген, бұл дивинилдің броммен әрекеттесуі. Сонда 1,4 дипробутен 2 түзіліп тұр. Көрдіңдер ма? Бұл сендердің оқулықтарында тұрып бір рет қарап шықсаңдар болады. Қолданылуы бутаден 1,3, яғни дивинил, және 2 метил бутаден 1,3, яғни изопрен. Оның туындылары синтездік көксағыз алу үшін қолданылады. Яғни көксағыз дегеніміз бұл каучук, сендер білетін. Географиядан да білесіңдер. Көксағыздан резеңке жасайды. Кәдімгі камералардың ішіндегі резиналар, дөңгелектердің, машинаның доңғалақтар бар ғой, соның ішінде камералар резина болып табылады. Және біздің киіп жүрген күнделікті аяқ киіміздің табанындағы резеңке. Міне осы резеңкелерді алу үшін көксағызды біз дивинилден және изопреннен алады екенбіз. Енді бекіту тапсырмасы 100-ші беттегі 6-шы жаттығуға қараңдаршы. Қазір біз соны орындаймыз, сендер соны орындайсыңдар. Ал енді үйге тапсырма 74-ші тақырып, яғни параграф номері 1-ші есеп 101-ші беттегі. Көңіл қойып тыңдағандарыңа көп рахмет. Жақсы сау болыңдар. Әзір 100-ші бетті ашып, 6-шы жаттығуды қарап шығара қойыңдар. Шетінен жібере бересіңдер.